Құрметті енелер, мен бәрін емес, кейбір енелерге айтып жатырмын. Мына үйге келген келіннің табысы, банкомат карточкасы, алтын секілді өзінің жеке мүліктерін алып алуды ұялмайсыздар ма? Не деген білімсіз, көргенсіз болып баратсыздар. Біздің дінде айтып жатыр ғой имамдар. Адам құсап жеткізіп жатыр ғой. Үйге келген келіннің общий кассаға, және де еркегіне сол үйдің отбасыға өз табысын беруі, дүниесін беруі. Ол міндет емес. Ол міндет мына асырап бағу ер азаматтан. Мына үйге кейбір енелер бәрі деп бүкіліне айтып жатқан жоқпын мен. Мына кейбір енелер, мына Құдайдан қорықпайсыздар ма? Мына балаларыңыздың бақытын ойлап жатқан жоқсыздар сіздер. Немерелеріңіздің бақытын ойлап жатқан жоқсыздар. Ана үйге келген келіннің ақшасын алып, не деген көргенсіздік мына нәрсе істеп жатсыздар. Мына екі жастың өздеріңіздің балаларыңыздың, ана келіндеріңіздің араларына түсіп, екі жастың ажырастырып, солай қоғамда көбейіп жатыр ажырасу. Мына сондайларға себебі тиіп жатыр деп ойламайсыздар ма? Әлде сіздерге ана келіннің ақшасы керек болып тұр ма? Не деген бейшара адамсыздар сондай келіннің ақшасына, дүниесіне мұқтаж болып жатқан. Мына Құдайдан қорқыңыздар. О дүниеде ертең, жауап бересіздер. Имамдар да, ғұламалар да айтып жатыр. Мына үйге келген келіннің табысы, әйел адамның табысы еркегіне, сол үйдің отбасына беруге міндеттемес деп. Енді жай айтып жатқанды түсінбей жатсыздар. Сіздерге осылай қатты айтса, тағы ренжисіздер. Мен айтсам, беттеріңізге айтып жатырмын солай. Мен бәріне топырақ жасап жатқан жоқпын. Мен кейбір енелерге айтып жатырмын. Мына көргенсіз, білімсіз, дінсіз енелерге айтып жатырмын мен. Ұялыңыздар, Құдайдан қорқыңыздар. Сіздерге ақша емес, немесе жаңағы басқа да дүние емес, мына бақытын ойлаңыздар балаларыңыздың, келіндердің, біреудің обалына қалып, біреудің қызын ажырастырмай, тыйыс жүріңіздер.